Мен ұлтшылмын, бірақ мен тәсіл талғамаймын. Қазақ егер Түркияда қорлық көрсе, мен түрік өкіметімен алысуға дайынмын. Әр қазақтың құқын қорғауға дайынмын. Егер қазақ Өзбекстанда қорлық көрсе, Өзбекстанның қазағының құқын қорғаймын. Егер қазақ Моңғолияда қорлық көрсе, Моңғолия билігіне қысым салдыруға дайынмын. Егер Ирандағы қазақтарды дініне, нанымына Иран өкіметі қуғындау жасаса, Иран өкіметімен алысуға дайынмын. Мен ана тақырыпты көтеремін, мына тақырыпты көтермеймін деп таңдамаймын. Ал бұлар Қытайдағы қазақ қорлық ұшырағанда үнсіз қалады да, енді мынау Қазақстандағы орыстарға қарсы тұра қалады. Аяқ астынан орысқа қарсы қазақ ұлтшылы болып образдала қалады. Қазақ ұлтшылы сонда мына қазақты көтерем, мына тақырыпты көтерем, ананы көтермеймін дей ма? Демек, кімде-кім тек Қытайға ғана қарсы тұрып, орысқа қарсы тұрмаса, онда одан күдіктен. Немесе кімде-кім тек орысқа қарсы тұрып, Қытайға қарсы тұрмаса, ол да күдікті. Ал шынайы ұлтшыл тек қазақтың құқық мүддесін қорғайды. Қазақ кімнен қорлық көрсе, соған қарсы тұрады. Қазақтың барлық құқын оның аржағындағы жау кім екеніне қарамай, оны қазақты қорғауға мүдделі болады. Иә, Алаш арыстар айтып кеткен, қазақтың ұлтшылдығы өзгені қорлайтын ұлтшылдық емес. Мен де айтамын, қазақтың ұлтшылдығы қорғану сипатындағы әлсіздің зорекерден қорғану ұлтшылдығы. Біз ешқандай басқа бір халықты, мейлі орысы болсын, басқасы болсын, қорлайық, олардың құқын таптайық деген халық емеспіз. Біз қазақ өзінің адамдық құқын қорғаса екен дейміз. Бұл жолда Қытай болама, орыс болама, алысуға, ұстасуға дайынбыз. Әрине, халықты отқа итерейік деп тұрған біз жоқпыз. Халықаралық заңнамалар аясында, халықаралық адамдық құқық конвенциялары аясында қазақтың адамдық құқын қорғауды көтереміз. Және бұл күресімізге Еуропаны, Американы, батысты тартамыз. Осы ақпараттық медиалық күштен пайдалана отырып, Еуропа мен Американың медиасы және адамдық құқықтар ұйымының көмегіменен міне Қытайдағы қазақтың құқын қорғап қалдық. Қазақстандағы қаншама нақақ қазақтың аман қалуына да осы біздің қосып жатқан үлесіміз ерекше. Бізге қазақты құқы керек. Біз әсіре ұлтшыл емеспіз. Біз тек тапталған, намысы тапталған, құқы тапталған қазақты қорғаймыз. Бірақ әлде қандай бір саяси мүдделерге арнаулы түрде, мақсатты түрде, таңдаулы түрде мынаны емес ананы қорғаймын деп кіріспейміз. Иә, бір қазақтар кезінде орысшылдыққа қатты қарсы тұрды. Бірақ олар Қазақстандағы Қытай елшілігімен тым жақсы қарым-қатынаста болды. Демек, ол да күдікті. Қалың елім қазағым, шынайы ұлтшылдар кімдер, шынайы қазақшылдар кімдер, айыра біліңіздер. Айналаң толған, анталаған қалың жау, қалың сырлы, бетінде 1000 қабат тұмшасы бар, 1000 қабат маскасы бар сұмырайлар. Ал ұлттың басына ең ауыр күн туғанда үнемі бұғып қалатын. Назарбаевтың кезінде Нұржуынды ішкен Нұриттерменен Тоқаевтың кезінде Тоқаевтың қалың ұрығары қарақшы суайттарының маңынан табылған. Яғни биліктің маңында жүріп, биліктің майлжілігінің басым жүрген бұл сұмырайлардан қазаққа ешқашан жақсылық келмейтінін біліңіздер. Құрметпен Серікжан Біләшұлы, аман сау болыңыздар. Сөзімнің соңын қазақтың бір сөзімен аяқтағым келеді. Қазақтың қанатты сөзі. Алтынның бәрі жарқырай бермес, жарқырағанның бәрі алтын емес. Орысқа қарсы тұрғанның бәрі ұлтшыл емес. Осыны біліңіздер. Нағыз шынайы ұлтшылдар, нағыз шынайы демократ ұлтшылдар өзгеге жәбір тигізбей, өзінің ұлтының мүддесін қорғайды. Ұлтшылдықтың тонын өтірік жамылып алып, өтіріктен алдарыңызда қаңылтыр кеуделерін қаңғырлатып жүргендердің ар жағындағы қожайындарының арам ниетін айыра білулеріңізді сұраймын. Құрметпен Серікжан Біләшұлы.